Жөтел тыныс алу жүйесі ауруларының ең жиі кездесетін белгілерінің бірі. Жөтел өкпе қабынуы, туберкулез, тыныс жолының қабынуы кезінде, сондай-ақ тыныс жолдарына шаң тозаң, улы газ, темекі түтіні енгенде, суға шашалғанда, негізінен тыныс органдарының ішкі қабатында орналасқан сезімтал жүйке талшықтарының тітіркенуінен болады. Жөтелдің рөлі тыныс жолдарын бөгде заттардан тазарту және тыныс жолдарының өткізгіштігін бұзатын механикалық бөгде заттардан қорғау. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз біз үшін үлкен мотивация. Бүгінгі видеода жөтелді антибиотиксіз тек қана үй жағдайында қарапайым рецепттер арқылы тоқтату жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жөтелдің пайда болуының 3 себебі бар. Бірінші себебі инфекциялық, аллергиялық және механикалық. Жөтелдің ағымына байланысты жедел жөтел 2 апта болған жөтел, созылыңқы жөтел 3-4 апта, созылмалы 4 аптадан асқан жөтел. Егер жөтел 1 жасқа дейінгі балаларда немесе емшек сүтімен тамақтанатын балаларда болса, онда антибиотикті бірден енгізудің қажеті жоқ. Естеріңізде болсын, кез келген емді өз беттерінше тағайындамас бұрын дәрігердің кеңесін алуларыңыз қажет. Егер баланың өкпесі таза, ешқандай сырылдар болмаса, бірден антибиотикке жүгінудің қажеті жоқ. Құрғақ жөтелді жеңілдету үшін қарапайым үй жағдайында 3 қана заттан тұратын ауыз шаюға арналған ең жақсы рецепттер. Біріншісі, 1 стаканға 1 шай қасық ас содасы, 1 шай қасық тұз және 3-4 тамшы йод тамызып, жарты стакан немесе 1 стакан суды күнделікті күніне 2-3 сағат сайын ауыздарыңызды шайсаңыздар өте керемет көмектеседі. Үй жағдайында сироп дайындау. Балғын 1 пиязды ұсақтап турап, шұңғыл ыдысқа салыңыз. Таза қолымызбен пиязды аздап еземіз. Кейін оның үстіне 1-1,5 ас қасық қант себіңіз. Дайындалған қоспамызды 1-1,5 сағатқа, егер уақыттарыңыз болса, жарты күнге дейін тұндырып қойып қойсаңыздар, тіпті керемет болады. Қоспамыздан су бөлініп шығады. Бөлініп шыққан ертіндімізді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Қалған қоспамызды араластырып, бетін жауып, 1-2 сағатқа қойып, дәл солай қайталап, 2-3 рет суын соңына дейін шығарамыз. Дайын болған сиропымыздан күніне 3 мезгіл 1 шай қасықтан ішу ұсынылады. Құрамында зиянды заттар жоқ болғандықтан балаларға беруге болады. Жөтел ешқандай жағдайда түбегейлі жоқ болып кетпейді. Біз тек жөтелді жеңілдете аламыз. Сіз өзіңізге немесе балаңызға бірден антибиотик берсеңіз, жазылсаңыздар да иммунитеттеріңіз төмендеп кетеді. Сондықтан организм өзі ауруды күресіп үйренуі керек. Бұл сироптың сақтау мерзімі 1-2 тәулік. Келесі қолданар алдында жаңадан ерітінді жасауларыңыз қажет. Егер сіздерді құрғақ жөтел мазалайтын болса, онда міндетті түрде бөлмеңізге ауа ылғалдандырғыш қойып қойыңыз. Ең алдымен жөтелден құтылу үшін оның өнімділігін арттыру керек. Қақырықты сұйылтуға және бөлуге қол жеткізу керек. Үй жағдайында сіз ингаляция жасасаңыз болады. Қарапайым натрий хлоридмен, яғни физраствормен ингаляция жасайсыз, немесе сол физраствормен тамағыңызды шаясыз. Келесі бізде сүт қосылған ең танымал рецепттер. Құрғақ және ылғалды жөтелде кеңес беріледі. 1 кесе сүтке 1 шай қасық бал және сода қасық ұшында және май қосыңыз 1 шай қасық. Ыстықтай ішіп алыңыз. Күніне 2-3 мезгіл ішсеңіз болады. Сүтке минералды су қоссаңыз болады.
1 кесе сүтке 1 кесе минералды су, яғни тең пропорцияда ішесіз. Сүт 300 мл, банан, какао және бал қосасыз. Бананды блендерден ұнтақтап, қалған ингредиенттермен араластырыңыз. Жұмыртқа, бал, сүт және май. Осы 4 ингредиенттен өте керемет композиция. 1 шикі жұмыртқа, 1 ас қасық бал, 1 ас қасық еріген сары май, 1 ас қасық сүт, 1 шай қасық ас содасын жақсылап араластырып, аш қарынға ішіңіз. Көбінесе бұл халықтық рецепт құрғақ жөтелді 1 рет пайдаланғаннан ақ кетіреді. Таза табиғи балдың 1 шай қасығын алып, шайнап, тамақтарыңызға тигізіп жұтыңыз. Және одан кейін ешқандай тамақ тұтынбаңыз. Және бір айта кететін жайт, егер сізде ЖРВИ, яғни жедел респираторлық вирустық инфекция жөтелмен басталатын болса, онда сіз аскорбин қышқылын, яғни витамин С драже түрінде немесе таблетка витамин түрінде күніне 3 мезгіл 4-5 дражеден ішсеңіз болады. Бұл ересек адамдарға. Ал балаларға 2 дражеден күніне 3 мезгіл ішу керек. Кішкентай балалар қақырықты өз еркімен шығарылмайтын болғандықтан, егер балаларда қақырықпен жөтел болса, онда дренажды массаж жасауларыңыз қажет. Ірі қара бұрыш. Кәдімгі ұсақ емес, ірі домалақ пішінді қара бұрыштар жөтелді қойдыруға таптырмас ем. Оның 2-3 данасын ауызға салып, шайнауыңыз керек. Егер 3 күн қатарынан үзбей, күн сайын 1 мәртеден қолдансаңыз, жөтеліңіз кете бастағанын байқайсыз. Қара бұрыш кеңгірдекті емдеп, тыныс жолдарын ашып, жөтелуге мәжбүр етіп тұрған бактерияларды жояды. Сондай қара бұрышты қайнаған сүтке араластырып ішуге де болады. Және есіңізде болсын, әсіресе кішкентай балалардағы жөтел тек қана ЖРВИ кезінде емес, басқа да аурулар кезінде болады. Сондықтан тек қана халық емге жүгініп соған сеніп қалмай, міндетті түрде дәрігердің консультациясын алғандарыңыз дұрыс. Егер сіздің жағдайыңыз күннен күнге нашарлап бара жатқанын байқасаңыз, жөтелдің 10-ші күні, бірақ әлі жақсару жоқ болса, балада 5 күннен асқан температура болса, тыныс алу қиындап, шулы тыныс, ит үрген тәрізді жөтел болса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралғаныңыз дұрыс. Осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған сіздің денсаулығыңыз арнасы. Келесі видеода жолыққанша.